Intel компаниясының өзінің процессорларын атаудағы берген мағлұмат сіздерге түсінікті болды деген ойдамын, және біз ары қарай жылжимыз. Яғни бүгінгі таңда осы Қазақстанда кез келген процессор сататын, яғни құраушы бөлшектерін сататын дүкеннің мекен жайын ашсаңыз, және сол жердегі берілген процессорлардың тізімін қарасаңыз, ол жерден осы Intelдің шығаратын процессорлары Celeron'ды, сондай-ақ Pentium және Core буындарын көресіз. Енді біз процессор таңдаудағы осы берілген мағлұматтардың бізге қалай көмектесетін және ондағы берілген ақпараттар, яғни ерекшеліктері процессордың не мағлұмат беретінін ары қарай талқылауды жалғастырамыз. Және бір нәрсе айтарым, бұл сабақты неге бөліп жіберіп жатырсыз, яғни бөліп беріп отырмыз десеңіздер, онда бұл жерде әр сабақтың өзінің жеке қарастыратын мәселесі болады, яғни процессордың көрсеткіштері өте көп, және біз әр сабақта осының жеке тоқтауды қажет ететін, яғни нұсқаларын жеке-жеке бөлеміз, және болашақта кейбір көрермендер, яғни қызығатын болса, оларды қызықтыратын, мысалы тек қана осы процессордың атаулары болуы мүмкін, немесе кэш жадысы деген не, немесе тағы да осы процессорлардың күрделі, яғни advanced дейді, яғни жоғарғы технологиялары бар, сол технологиялардың кейбіреулері не деген сұрақтарға қызыққан көрермендер болса, оны барлық сабақты қарамай, қалаған, яғни процессордың көрсеткішін тауып, және соны қарауға мүмкіндігі болады. Олай болса, жалғастырайық және қарастырайық. Яғни сіздер дүкендерде осы қарасаңыз және сайттан көріп отырсаңыз, Intelдің Pentium нұсқасын, Intelдің Core нұсқасын, сондай-ақ Intelдің Celeron нұсқаларын таба аласыздар. Енді Қазақстанның осы біздің жергілікті дүкендерде сатылатын бағалары қандай деген сұраққа келетін болсақ, Intelдің мысалы ретінде алынатын мына бір нұсқасы, яғни G1820 деген нұсқасы 7000 теңгеге табуға болады екен. Және Intelдің ортақол процессор болып есептелінетін осы Core буынының i5-4460 нұсқасын 35000 теңгеге таба алады екенбіз. Және де Pentium'ды, яғни G32 нұсқасын мысал ретінде алатын болсақ, оны 10.000 теңге көлемінде біздің Қазақстан Республикасының дүкендерінен таба аламыз. Енді мен алдында айтып кеткендей, осы Intelдің Core i нұсқалары ең жоғарғы және ең қымбат процессорлар тізімі қатары болып есептелінеді, және соның ішінде 4770K деп аталатын нұсқасы 67000 теңгеге сатылады екен. Көріп отырғандарыңыздай, бұл жердегі бағаның айырмашылығы өте үлкен, және бұл жердегі процессорлардың қандай көрсеткіштері, яғни бұл бағаға әсер етеді деген сұрақты ары қарай талқылап, процессорлардың ерекшеліктерін көрейік. Олай болса, мен тағы да осы процессорлардың барлығын ашайын, және барлығын оның реттеп қояйын. Яғни бізде бірінші ең қарапайым деңгейдегі процессорлар, ол Celeron процессоры, соның ішінде мысал ретінде біз G1820 нұсқасын аламыз, және одан кейінгі орта деңгейдегі Pentium процессорлары, соның ішінде G3220 нұсқасын аламыз, және Core нұсқасынан біз тағы да орташа деңгейдегі осы 4460 нұсқасын мысал ретінде аламыз. Енді осы үш процессордың көрсеткіштерін салыстыра отырып, және осындағы берілген мағлұматтарды салыстыра отырып, процессор таңдауды, яғни елестетіп, көз алдымызға елестетіп қарастырайық. Байқап отырсаңыздар, Intelдің Celeron процессорының тактылық желігі 2.70 ГГц дейді, яғни жуық шамамен 2 миллиард 700 миллион такты деп тұр. Ал Pentium'ы мысалы 3 ГГц дейді, яғни 3 миллиард тактылық желік деуге болады. Және алдыңғы бізге таныс процессор Core i5-4460 нұсқасы, ол 3.4 ГГц деп көрсетіп тұр. Яғни қарасаңыздар, бұл жердегі Celeron процессоры, яғни 7000 теңгеге алынатын 2.7 ГГц көрсетіп тұр. Бұл да жаман көрсеткіш емес. Сондай-ақ Intelдің Pentium'ы 3 ГГц және Core'сы 3.4 процесс. Бұл енді бағасындағы айырмашылықтарды толық сипаттай алмайды деп ойлаймын. Себебі мен алдында айтып кеткендей, бүгінгі таңда осы процессорлардың тактылық жиілігі, оны процессор таңдаудағы маңызды көрсеткіштің бірі болғанмен, негізгі рөл ойнайтын көрсеткіші болудан қалған. Олай болса, осы процессор таңдаудағы басты көрсеткіштер не деген сұрақтарға жеке-жеке процессорлардың осы техникалық параметрлерін, яғни олардың көрсеткіштерін яғни көрейік, және осыларды бір-бірімен салыстырайық. Енді бірінші қарап отырсаңыздар, бұл жерде процессорлардың кез келген нұсқасында оның статусы дейді, яғни мына жерде берілген екен, осы процессордың барлық жалпы техникалық параметрлері, яғни көрсеткіштері дейді. Соның ішінде басты көрсеткіштерінің бірі, мысалы мына жерде төмен жазған екен, соның алғашқысы статусы дейді, яғни бұл процессорлардың барлығы қазір ағымда және сатылу үстінде. Яғни қарасаңыздар, мен мысал ретінде алған процессорлар, бұлар сатылымда, және қазіргі
таңда осы дүкендерде табылады. Одан кейінгі қашан бұл процессорлардың шыққаны дейді, бұл аса маңызды емес. Процессордың нөмірленуі, біз онымен таныстық, және біздің қарастырғанымыз ол Intel'дің Core процессорлар нұсқасы болатын. Енді төмен жағында көретініміз осы Intel'дің Smart Cache деген, яғни түсініктемесі, және бұл кеш жадысы. Олай болса, осы ұғым не екенін және сол кеш жадысы не екенімен танысайық. Бұл қандай роль ойнайды, сонымен көрейік. Мен ол үшін тағы да алдын ала дайындалған өзімнің слайдыма келемін, және осы жердегі сілтемені басамын. Яғни ол үшін мен қарапайым процессор не деген бізге қызықтырып отырған сілтемені ашуым керек, және мен оны ашып қойған сияқтымын. Міне көріп отырсаңыздар, процессордың қарапайым Википедия парақшасы, және осы жерде кішкене төменіне түсетін болсам мен қазір. Міне, мына жерде жазылған екен, процессордың кеш жадысы дейді. Енді осы процессордың кеш жадысы деген не екенін көрейік. Енді алғашында осы Intel компаниясының берген анықтамасында оқып кетуге болады, және бұл жерде жазғаны, міне, былай жазған екен, CPU кеш дейді, бұл кеш жадысы, яғни процессорда орнатылған жедел жады дейді, және бұл Intel Smart Cache деп отырғандары барлық осы процессордың ядроларына динамикалық түрде осы жедел жадыдан мағлұматтарды алуға және оны бөлісуге мүмкіндік береді дейді. Ал енді Википедияда не деп жазған екен, сонымен танысайық және көрейік. Процессордың кеш жадысы дейді, ол мына жерде жазған екен, процессор өңдейтін мәліметтерді оперативті жадыдан алады дейді. Енді сіздерде бірден сұрақ туындауы мүмкін, оперативті жады деген не деп? Оперативті жадыны біз болашақ сабақтарда толық қарастырамыз, алайда қысқа таныстырып кететін болсам, ол жедел жады деген мағынаны білдіреді. Яғни оперативті жады бұл ағылшын тілінде RAM деп жатады, яғни орыс тілінде оперативная память, яғни оперативно запоминающее устройство ОЗУ деп айтып жатады, ағылшын тілінде RAM, Random Access Memory. Олай болса, мен мына жерде суретін нұсқап алған, яғни жүктеп алған болатын, және көріп отырсаңыздар, міне мынау жедел жады оперативті память болып саналады, және бұл процессордың осы жедел, яғни жүйелік тақтасында, осы аналық платада мынандай сокеттерге орнатылады. Және бұл жедел жадының атқаратын қызметін біз болашақ сабақтарда толық қарастырамыз. Алайда осы сабақта бізге білу қажеттісі, осы процессор жалпы өңдейтін мәліметтерді, осы процессор өзінің өңдейтін мәліметтерін оперативті жадыдан алады дейді. Әдетте дейді, процессор өзінде ешқандай, яғни еш нәрсені сақтамайды дейді, себебі бұл процессорда сақтау құрылғысы емес, бұл тек қана есептеу құрылғысы екені белгілі. Және мұнда жазыпты, онда мәліметтер өңделетін ұяшықтар өте аз дейді. Яғни процессорда мәліметтерді өңдеу ұяшықтары жоқ дейді. Бұл жұмыс ұяшықтары, яғни регистр деп аталынады дейді. Жалпы осы процессордың өзінде де кішкене бөлшек бар, яғни жады. Ол ұяшықтар регистр деп аталынады дейді. Бұл беріліп отырған ақпаратта өте маңызды, сондықтан мұқият тыңдаңыздар. Және ары қарай қарастыратын болсақ, осы процессордың жұмысын жеделдету үшін көптен бері кештеу технологиясы қолданылып жүр дейді. Яғни кеш жадысын осы процессорға қосу және оны процессормен бірге бітестіріп шығару соңғы технологияның бірі болып есептелінеді. Және осы мына жерде жазған екен, кеш бұл шағын ұяшықтық жад дейді, ол буфердің қызметін атқарады дейді. Егер де бір нәрсе жалпы жадыдан өңделсе, оның көшірмесі кеш жадыға түседі дейді. Егер бұл мәліметтер тағы керек болып жатса, алысқа жүгінбей буферден ала салады дейді. Процессорға мәлімет керек болса, ол бірінші регистрді тексереді дейді. Ол жерде керек мәлімет жоқ болса, жақын жердегі кеш жадын тексереді дейді. Ол жерде жоқ болса, оперативті жадыдан қарайды, бұл жерде жоқ болса, HDD диск, яғни қатқыл дискқа сұраныс жасайды дейді. Мен сіздерге қазір оның барлығын түсінікті болу үшін мына жерде бір қысқа сурет беріліп кеткен екен. Жалпы кеш жадысын қалай жұмыс жасайтынын түсіну үшін осы жердегі берілген мына бір кішкентай суретке сілтеме жасайық және осының негізінде түсінуге тырысайық. Біз айтып кеткендей, процессор осы тарихта даму барысында өте жоғарғы көрсеткіштерге жетті және өте жоғары деңгейде жұмыс жасайды. Алайда дербес компьютердегі процессордың жұмыс өңдеу, яғни қуаттылығы артқан сайын басқа құрылғылардың оған ілесіп отыруы қиындық туғызған. Яғни процессор өзі жалпы алғанда осы жүйелік тақтаға, яғни аналық платаға орнатылады және оның сақтау мүмкіндігі өте нашар. Яғни бұл процессор негізінен сақтау құрылғысы болып есептелмейді. Ол осы арифметикалық есептеулерді және бүкіл мағлұматтарды өңдеу процесін атқаратын құрылғы болып саналады. Сондықтан процессорда, яғни біздің адамның енгізетін мағлұматтары сақталатын бөлшектері ол осы
hard диск, яғни қатқыл диск болып саналады, және одан кейін осы қатқыл дисктен алынатын мағлұматтар осы жедел жады, яғни random access memory деп жатады, осы жедел жадыда сақталынады. Яғни процессордың ең негізгі жұмыс жасайтын және мағлұматтарды алып отыратын құрылғысы осы жедел жады болып есептелінеді. Яғни мен айтып кеткендей, осы тарихта процессорлардың жұмыс жасау мүмкіндігі өте өскен сайын басқа құрылғылар оған ілесе алмады, және соған байланысты процессорға осы бірінші деңгейдегі кэш жадылары енгізіле бастады. Олар қалай жұмыс жасайды деген бұл сұрақ туындаса, мен қазір мына жердегі суретке байланысты сіздерге толық түсіндіруге тырысамын. Яғни қараңыздар, біздің осы дербес компьютермен жұмыс жасағанда барлық мағлұмат оперативтік жадыға сақталынады, және процессор осы оперативтік жадыдан керекті мағлұматтарын алып отыратын. Алайда оперативтік жадының жылдамдығы төмен болды, соған байланысты процессорларда осы бірінші деңгейдегі кэш жадылары орнатыла бастады. Және бірінші деңгейдегі кэш жадыларының жұмыс істеу жылдамдығы өте жоғары болып саналады. Оның жұмыс жасау жылдамдығы осы процессормен кішкене төмен болып саналады, алайда өте жоғары жылдамдықта жұмыс жасайды. Яғни бұл процессордың алдын ала сұратын мағлұматтарын, яғни жобалау, жоспарлау негізінде жұмыс жасайды және өзінде сақтап отырады. Яғни ол оперативтік памятке бірден сұраныс жасамайды. Яғни процессор осы бірінші деңгейдегі жадыдан сұраныс жасайды, және егер мәлімет бар болса, онда процессор соны өңдеп шығарады. Және бұл екеуінің арасындағы жылдамдық өте жоғары деңгейде жұмыс жасайды. Алайда бірінші деңгейдегі кэш жадында болмаса, онда екінші деңгейдегі кэш жадына сұраныс жасайды. Және екінші деңгейдегі кэш жадының көлемі бірінші деңгейдегі кэш жадына қарағанда үлкен болады. Алайда бұның жылдамдығы төмендеу. Яғни бұның деңгейі төмен. Одан кейін екінші деңгейдегі кэш жадысында осы қажетті мағлұмат болса процессорға, онда ол өңдейді және шығарады. Егер жоқ болса, тағы да үшінші деңгейдегі кэш жадысына түседі. Және осы үшінші деңгейдегі кэш жадысы, яғни бірінші және екінші деңгейдегі кэш жадысына қарағанда үлкен болып есептелінеді. Алайда бұның жұмыс жасау жылдамдығы ол өте, яғни салыстырмалы түрде төмен, және осы жүйелік тақтаның жылдамдығына жақын болып келеді. Алайда бұл үшінші деңгейдегі кэш жадының өзі осы оперативтік жадыға қарағанда жылдамырақ жұмыс жасайды. Және процессор осы үш кэш жадында табылмаған мағлұматты содан кейін барып оперативті жадыға, яғни оперативтік жадыдан алады. Енді сіздерде өздеріңіз бүгінгі таңда білерсіздер, кез келген компьютерді, яғни мен мына жерде компьютердің көрсеткіштерін қарайтын болсам, мына жерде жазылған осы орнатылған жедел жадының көлемі дейді 8 гигабайт көлемінде, және мендегі процессор осы мағлұматтарды кэш жадысынан таппаған жағдайда мендегі жедел жадынан табады. Және мына жерде мен тағы да Windows Task Manager'ды ашатын болсам, көріп отырғандарыңыздай мендегі қазір осы жедел жадында сақталып тұрған мағлұматтың көлемі жобамен 2-3 гигабайт көлемінде. Бұл жердегі маған қажетті қанша көлемде егер жедел жады қажет болса, менде 8 гигабайт орнатылған, осы 8 гигабайтқа дейін осы менің жедел жадым керекті мағлұматтарды сақтай алады. Алайда одан асып кететін болса, онда енді менде процессор сұранысты hard дискке жасайды, яғни қатқыл дискке жасайды, және мендегі компьютердің жұмыс істеу көрсеткіші өте баяулап, менің компьютерім қатып қалады. Сондықтан сізде жедел жадының неғұрлым көп болғаны және кэш жадыларының көп болғаны өте маңызды. Сондықтан бүгінгі таңдағы процессорларда осы кэш жады қанша деген сұраққа келетін болсақ, тағы да мен айтып кеткендей, мына жерде жазған екен. Мысалы Intel'дің Core i5 4460 нұсқаларында 6 мегабайт дейді. Және бұл жердегі ұсынып отырған кэш жады бұл үшінші деңгейдегі кэш жады. Енді бұл жерде өкінішке орай екінші деңгейдегі және бірінші деңгейдегі кэш жадыларын жазбаған екен. Алайда сіз ұсынатын, яғни сіз қарап отырған, мысал ретінде қарап отырған қосымша осы құрылғыны сататын дүкеннің онлайн магазинінде осы техникалық көрсеткіштерін жазғанда, оның бірінші деңгейдегі, екінші деңгейдегі және үшінші деңгейдегі процессорлардың кэш жадысын жазу керек. Және мен айтарым, мысалы Celeron'ды мысал ретінде алайық, және қарап отырсаңыздар, бұл жерде оның кэш жады, яғни үшінші деңгейдегі кэш жады 2 мегабайт екен, және Pentium процессорында ол 3 мегабайт екен. Сондай-ақ байқап отырсаңыздар, міне айырмашылығы осы жерде үшінші деңгейдегі жедел жадының, яғни кэш жадысының көлемі 6 мегабайт. Бізде Intel Core i5 нұсқасында. Енді мен ойлаймын,
сіздер осы кэш жадыны қалай көреміз деген болсаңыздар, ол сіздерге техникалық, яғни сипаттаманы бергенде сатушы ұсынуы керек. Алайда оны мысалы мен қазір мына жерде бір қысқа осы бағдарламамен кішкене көрсетіп кете салайын, және бұл бағдарламамен болашақта тағы да танысамыз. Бұл CPU ID деп аталатын бағдарлама, және мен осы бағдарламаны жіберетін болсам, қазір сіздерге мендегі компьютерде орнатылған кэш жадының көлемін көрсетемін. Яғни бұл CPU-Z деп аталатын бағдарлама осы мендегі процессордың барлық техникалық көрсеткіштерін, яғни бірнеше көрсеткіштерін көрсетіп тұр. Соның ішінде міне кэш жадысын қарап отырсаңыздар, яғни level 1 дейді, бұл бірінші деңгейдегі кэш жадысы, ол менде қазір көріп отырғандарыңыздай 32 килобайт көлемінде дейді, және мына жерде жазғаны level 2, яғни екінші деңгейдегі кэш жадысы менде 256 килобайт көлемінде екен, және үшінші деңгейдегі кэш жады менде 6 мегабайт көлемінде. Яғни көріп отырғандарыңыздай менің компьютерімде бұл осы Intel Core i5 3470 нұсқасы, және мына жерде код name берілген екен. Бұнымен қазір мен сіздерді таныстырамын, сокетпен танысамыз, мынандай технология, оның бәрімен танысамыз. Соның ішінде мына танысқанымыз, яғни кэш жадысы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Яғни бүгінгі таңдағы процессорларда осы кэш жадысын процессорға бірге орнатады. Алдыңғы сабақта оны сіздерге қысқаша көрсеткен болуымде қажет. Яғни мына жерде қазір қараймыз. Міне көріп отырғандарыңыздай алдыңғы суретке келсем, осы үшінші деңгейдегі кэш жадысын мына жерде салған екен. Көріп отырғандарыңыздай біраз аумақты алады, және бұл жерде бірінші деңгейдегі және екінші деңгейдегі кэш жадылары өкінішке орай қай жерде қойылғаны көрсетілмеген екен. Алайда процессорда осы бірінші және екінші деңгейдегі кэш жады неғұрлым үлкен болса, процессордың жұмыс жасау және жұмысты өңдеу көрсеткіші өте жоғарғы деңгейде болады. Енді үшінші деңгейдегі кэш жадыда неғұрлым жоғары болса, ол да процессордың жалпы жұмыс өнімділігін арттыратыны түсінікті. Және сіздерге айтып кететін, мысалы мына жерде осы процессор сататын дүкендерде Ivy Bridge немесе Sandy Bridge, сондай Haswell деген атауларды көруіңіз мүмкін. Бұл атаулар не деген сұрақ туындаса, мен алдыңғы сабақта көрсетіп кетуім қажет болатын. Мысалы, оны осы сабақта көрсете салайын. Яғни ол үшін біз қалай жасаймыз? Мен мына жерде Intel компаниясының процессорларының нөмірін қайтан ашамын. Яғни бұл емес екен, өкінішке орай қазір. Міне қарапайым Википедия парақшасы. Және осы жерде көретін, бізді қызықтыратын мағлұмат осы Intel компаниясының соңғы процессорлар нұсқасы. Яғни ол біз айтып кеттік 64 биттік процессорлар, соның ішінде Celeron Pentium Core дедік. Енді осы процессорларда Sandy Bridge, Ivy Bridge және Haswell деп бөліп жатады. Бұл бөлулер не деген сұрақ туындауы мүмкін. Яғни бұл Sandy Bridge, Ivy Bridge деп отырғандары бұл кодтық атаулар. Осы әр процессордың буынын кодтық атауы. Мен оны тағы да мына жерде көрсетейін. Яғни мына мағлұматтармен сіз таныссыз, және оны мен кішкене қайталап кетейін. Яғни екінші буындағы процессорлар осы Intel компаниясының Core процессорлар буыны, яғни ол Ivy Sandy Bridge деп аталынады. Яғни екінші буындағылар Sandy Bridge болады. Және біздегі үшінші деңгейдегі процессорларда ол кодтық атауы Ivy Bridge болады. Және мына жердегі соңғы нұсқалары осы төртінші деңгейдегі процессорлар, бұл Haswell деп аталынады, және соңғы процессорлардың, яғни буыны, ол бізде қазір тізімнен қараймыз және көреміз. Яғни көріп отырғандарыңызда, міне Broadwell Microarchitecture дейді. Мен егерде осы тағы да Википедия парақшасына сілтеме жасайтын болсам, яғни көріп отырғандарыңыздай, Haswell микроархитектура осы процессордан кейінгі келетін процессорлардың атауы Broadwell деп аталынады дейді. Олай болса, бүгінгі сабақта осы кэш жадысы деген түсінікті болды деген ойдамын, және біз болашақ сабақта процессорлардың басқа да көрсеткіштерін талқылаймыз.